Баяғы бір заманда бір шал мен кемпір өмір сүріпті. Олар ауыл шетіндегі әдемі үйде ауылда немересімен тату-тәтті тұрыпты. Атасы мен апасы немересі Айсұлуды өте қатты жақсы көреді екен. Міне, осылай егіп қойсаң, күзде мол өнім аласың. Ата шалқандарын суарып жатыр. Су мол болса, шалқан да үлкен болып өседі. Әй, қыпай қойдың ғой. Мынау неткей үлкен шалқан орнынан қозғалмайды ғой. Әй, кемпір, бері келші. Шалқанды шығара алмай жатырмын. Әй, Айсұлу, бері келші. Мына шалқанды бірге тартайық. Тарта бер, апа. Әй, немерем, бар күшіңді сал, тарта бер. Ох, мына шалқан тіпті шықпай жатыр ғой. Иә, мықты екен, қозғалмайды. Әлі де тарта берейік. Ақтөс, бері келші. Бізге көмектес. Иә, итіміз келсе, бәлкім шығарармыз. Дәл солай, жылдам келсін. Міне, Ақтөс келді. Енді бәріміз бірге тартайық. Жарайсың, Ақтөс. Дайынсыңдар ма? 1, 2, 3. 1, 2, 3, тартамыз. Тартыңдар, күштеріңді салыңдар. Қатты тартайық, бірақ шықпай жатыр ғой. Әлі қозғалмады, тағы көмек керек сияқты. Тағы да көмек керек. Дұрыс айтасың, мысықты шақырайық. Мысық, бері келші, бізге көмектес. Көмектесем. Жақсы болды, бәріміз жабылып тартайық. Тартайық, бәріміз бірге. Хоп, әй, тышқан, маған көмектесші. Не болды? Тартайық, бәріміз бірге. Тартайық, бәріміз бірге. Хоп, О, шықты. шықты. Ақыры шықты ғой. Ура! Ура! Шықты! Балалар, шалқан ертегісі бізге бірліктің, татулықтың күші бәрінен маңызды екенін үйретеді. Міне, бәрі бірге күш қосып шалқанды жұлып алды. Бірлік болса алынбайтын асу жоқ. Бүгінгі еңбегіміз жемісті болды. Мен де көмектестім. Бірлік бар жерде береке бар. Шалқан ертегісі бізге соны үйретеді. Бәріміздің күшіміз қосылды. Балалар, әрқашан бір-біріне көмектесіп, тату болыңдар. Сонда өмірлерің қуаныш пен бақытқа толы болады. Достар, бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Ертегіміз ұнаса, арнамызға тіркеліңіздер. Сендер мақты қыз бен оның достары туралы ертегіні көріп пе едіңдер? Бүгін біз сол қызықты оқиғаны бірге көреміз. Ертеде мақта қыз бен мысық өмір сүріпті. Мақта қыз бен мысық тату-тәтті өмір сүріпті. Мақта қыз үйін жинап жүреді. Қыз бір күні үйін жинап жүріп, жерден мейіз тауып алады. Мақта қыз мысығын шақырады, бірақ мысық келмейді. Сосын мейізді өзі жеп қояды. Мақта қыз, мені шақырдың ба? Мен мейіз тауып алдым. Сен келмеген соң, өзім жеп қойдым. Қыз, неге мейізді жеп қойдың? Ендеше мен сенің қатығыңды төгемін. Мысық, сен не істедің? Менің қатығымды төктің ғой. Бұл қатық маған керек еді.
Сен менің қатығымды төктің. Енді мен сенің құйрығымды кесіп аламын. Неге менің қатығымды төгесің? Сен менің ақылды досым едің ғой, мысық. Кешірші мені мақтағыз. Өтініш, менің құйрығымды қайтаршы. Ендеше сен менің қатығымды қайтар. Сол кезде мен саған құйрығыңды беремін. Мысық сиырдан қатық алу үшін сиырды іздеп келеді. Сиыр, маған қатық бер. Менің қарным ашты. Маған жапырақ әкел. Ағаш, жапырағыңды берші. Мен шөлдеп тұрмын. Су әкелсең, жапырақ беремін. Қыздар, өтініш, маған су беріңіздерші. Қыздар мысықтан сағыз сұрайды, ал мысық сағыз алуға дүкеншіге келеді. Әй, дүкенші, маған сағыз берші. Маған жұмыртқа бер. Мысық жұмыртқа алу үшін тауықты іздеп келеді. Тауық, маған жұмыртқа берші. Бізге дән әкеліп берсең, біз саған жұмыртқа береміз. Мысық дән іздеп тышқанның үйіне келеді. Жаныңның барында айт. Үйіңде не бар? Үйімге бір табақ тары бар. Мә, бір уыс тары ал. Рахмет саған. Тауық, міне саған тары алып келдім. Маған жұмыртқа берші. Міне, саған жұмыртқа берейін. Рахмет, тауық. Сатушы, міне сізге жұмыртқа алып келдім. Маған сағыз бересіз бе? Мә, саған сағыз. Рахмет. Міне, сенің сағызың. Рахмет, енді саған су береміз. Міне, ағаш, мен саған су әкелдім. Рахмет, енді мен саған жапырақтар беремін. Мә, жапырақты қапқа салып қояйын. Жолың болсын, мысық. Мә, саған жапырақ әкелдім. Рахмет, енді саған қатық беремін. Мынау саған қатық. Рахмет, енді мақта қызға барамын. Енді мен мақта қызға қатық апарамын. Мә, қатығыңда келдім. Рахмет, енді құйрығыңда беремін. Міне мысық, ала ғой құйрығыңда. Бірақ енді бұзықтық жасаушы болма. Кешір мені, мысық. Сен де мені кешір, досым. Біз енді әрқашан дос боламыз. Иә, мәңгі дос. Мысық, бүгін ауа райы қандай тамаша. Гүлдерге су құяйық. Әдемі болып өссін. Иә, иісі қандай тәтті. Кітапта қызықты ертегі бар екен. Маған да оқып берші. Бұл ертегі бізге адалдықты, мейірімді болуды және достарға көмектесуді үйретеді. Балалар, біздің арнамызға жазылыңыздар. Иә, бірге таңғажайып оқиғаларға аттанайық. Ерте заманда орманда ешкі мен жеті лақ бір үйде тату тәтті өмір сүріпті. Балаларым, мен орманға барамын. Есікті ашпаңдар, қасқырдан сақ болыңдар. Жарайды, анашым. Қасқырды білеміз. Есікті ашпаймыз. Сау болыңдар, балапандарым. Сау болыңыз, анашым. Бұл үйден дәмді тамақтың иісі шығады. Көрейікші. Балаларым, есікті ашыңдар. Мен базардан сендерге тамақ алып келдім.
мен аналарыңмын. Жоқ, сен анамыз емессің. Даусың жуан. Есікті ашпаймыз. Бұл кім өзі? Лақтар есікті ашпаған соң қасқыр бір қулық ойлап табады. Енді ұнмен аяқтарымды ағартып, аналарындай боламын. Балаларым, есікті ашыңдаршы. Аналарың келді. Анашым келді. Ашайық. Дауысы өзгерген сияқты. Қашыңдар. Бұл қасқыр екен. Жасырын, тез. Енді құтылмайсыңдар. Бүгін нағыз той болатын күн. Сендер енді меніксіңдер. Бүгінгі түскі асқа лақтардан қуырдақ жасаймын. Енді тыныш бір жерде той жасаймын. Қасқыр мені байқамады. Анашым қашан келесің? Не болған бұл жерге? Балаларым қайда? Жетілағым қайдасыңдар? Анашым келдің ба? Қасқыр келіп, барлығын ап кетті. Мен оларды құтқарамын. Мен балаларымды жалғыз қалдырмаймын. Балаларым, мен сендерді табамын. Қасқырдан аман алып қаламын. Мейірімді ана балалар үшін ештеңеден қорқпады. Ол батылдықпен қасқырдың ішін кесіп, лақтарын аман есен құтқарып алды. Анашым, біз тіріміз. Қорықпаңдар балаларым. Енді қауіп жоқ. Қазір біз қасқырдың ішіне мына тастарды салып қоямыз. Ішінде лақтар бар деп ойласын. Қашым, тым көп жеп қойдым ау. Бір жұтым су ішейін. Көмектесіңдер. Көмектесіңдер. Мен батып бара жатырмын. Жоқ. Көмектесіңдер. Мен батып барам. Міне балаларым, үйімізге аман есен жеттік. Я, үйімізге келдік. Кіріңдер балаларым, қарындарың ашқан шығар. Бүгін бәріміз біргеміз. Я, балаларым, мен сендерді мақтан тұтамын. Аны жүрегі мейірім мен батылдықтың үлгісі. Балаларға қамқор болу, жақындарынды қорғау ең үлкен батырлық. Ал балалардың анаға деген сүйіспеншілігі шексіз қуат көзі. Анашым, біз біргеміз, бәрі жақсы аяқталды. Я, балаларым, мейірімділік әрқашан жеңеді. Бүгін біз сіздерге бауырсақ ертегісін айтамыз. Ертеде бір шағын ауылда ата мен апа өмір сүріпті. Ата мен апа тату тәтті, бақытты ғұмыр кешіпті. Олар екеуі ғана тұрады екен. Кемпір, қамбаның түбін қақсаңшы, елеушпен елеш. Қарны ашқан шалыңа бауырсақ пісіріп берсеңші. Әй кемпір, бауырсақ жегің келіп жүргені, бауырсақ пісіріп берші. Жарайды шал, бауырсақ пісіріп берейін. Ойыбай, мынау қамбада он аз ғой, бауырсаққа жете ме екен өзі, а? Қамбадағы аз оннан бауырсақ жасауға кіріседі. Міне, ұнымыз дайын болды. Енді қамыр илейік. Енді қамырымыз дайын болса, бауырсақ пісірейік. Қамырымыз ашыды. Енді бауырсақ пісіруге қамырымызды жайып алайық. О, дайын бол бауырсағым. Қазір қызарып пісесің.
О, қандай әдемі бауырсақ. О, бұл керемет. Енді жүгіре аламын ба? Міне, дайын болды. Енді суытып алайық. Терезенің сырты қандай әдемі. Ура! Енді еркінмін. Мені талай қызықтар күтіп тұр. О, мен еркінмін. Енді мені талай қызықтар күтіп тұр. Әй кемпір, қарным ашты. Бауырсақ дайын ба? Жаңа ғана пісіріп қойдым. Ойбай, масқарай. Бауырсақ жоқ қой. Менің атым бауырсақ, қызарып пістіме көңілім шат, атайдан да құтылдым. Сен кімсің? Мен бауырсақпын. Сен өте дәмді көрінесің. Қарным ашып тұр, сені жегім келеді. Жоқ, мені жеме. Мен саған ән айтып берем. Атайдан да құтылдым, әжейден де сытылдым. Қоян сенен құтылу, қиын емес аң бұл маған. Тоқта, сен қайда барасың? осылайша бауырсақ қоянға ән айтып қашып кетеді. Қашып кетті ғой әттең. Бауырсақтан айырылып қалдым ғой. Бұл не екен өзі? Алыстан бірдеңе келе жатқан сияқты. Әй, сен кімсің? Мен бауырсақпын, өзіме дос іздеп келе жатырмын. Сен дәмді сияқтысың, мен сені жеймін. Мені жемеш, мен саған ән айтып берем. Қандай ән айтасың? Тыңдап көрейік. Иә, мен әнді әдемі айтамын. Жарайды, әніңді тыңдайын, бірақ сосын сені жеймін. Атайдан да құтылдым, әжейден де сытылдым, қояннан да құтылдым, қасқыр, сенен де құтылам. Мен қашамын, сен ұстай алмайсың. Бауырсақтан айырылып қалдым ғой. Мені талай қызықтар күтіп тұр. Мені ешкім жей алмайды. Бұл не домалақ? Мен бауырсақпын. Саяхаттап жүрмін. Сәлем, сен кімсің? Мен бауырсақпын. Орманда достар іздеп жүрмін. Иісің қандай әдемі, өзің сондай дәмді көрінесің. Мен саған ән айтып берейін бе? Атамнан да қаштым, апамнан да қаштым, қояннан да қаштым, қасқырдан да қаштым, сенен де қашамын. Бауырсақтан айырылып қалдым ғой. Мені талай қызықтар күтіп тұр. Мені ешкім жей алмайды. Мен өзіме дос іздеп келемін. Қандай тәтті бауырсақтың иісі шығып жатыр. Жаңа піскен бауырсақ келе жатыр. Сен қайда асығып барасың? Кел, дос болайық. Сенің иісің қандай керемет. Я, мен жаңа піскен бауырсақпын. Апамнан қашып келе жатырмын. Қарным аш, сені жегім келіп тұр. Мені жемеш, мен саған ән айтып берем. Менің атым бауырсақ, қызарып пістім көңілім шат, қамбаң төбін қырнаған, елеуішпен елеген, қаймақпенен ілеген, күйдірмей майға піс.
өсірген, атайдан да құтылдым, азайден де сұтыл, қояннан да құтылдым, қасқырдан да құтылдым, аюдан да сұтылдым, түлкі сенен құтыл, қиын еместен бұл маған. Әй, бауырсақ, қайда барасың? Менен қашып барасың ба? Әй, бауырсақ, сен неткен әдемісің, дөңгеленіп күндей жарқырайсың. Бауырсақ, менің құлағым нашар естиді. Сен маған жақынырақ келші. Мұрныма шығып отырып ән айтсаң, анық естимін. Жақсы, айта берем. Қиын емес бұл маған, ән айтсам шаттанам. Мен түлкінің мұрнында отырмын. Неткен дәмді бауырсақ. Ол менің қу түлкі екенімді білмейді ғой. Жаңағы әнің жақсы болды, ал дәмің одан да керемет екен. Менен ешкім қашып құтыла алмаған. Балалар, бұл ертегінің бір мәні мақтаншақ болмау. Кім көп мақтанса, соның ақыры жаман болады. Балалар, бәріне сене беруге болмайды. Әдемі сөзге алданып қалған бауырсақ түлкінің қулығын байқамады. Бұл ертегі бізге үлкен сабақ береді. Мақтанба, әркімге сене берме. Тек ақылды, сақ бол. Достар, біздің арнаға жазылыңыздар. Керемет ертегілер мен қызықты видеолар сіздерді күтіп тұр. Ертеде қазақ ауылында Ермек деген бір бала болыпты. Оны барлығы Жалқаубек деп атайды екен. Анасы қанша шақырса да Ермек көбінде тыңдамайтын. Ермек, үйге кір, тамақ ішеміз. Ал оны не үшін бәрі Жалқаубек деп атайтынын білгің келе ме? Онда бірге тамашалайық. Ермек, қолыңды жу алдымен. Қойш, жуғым келмейді. Мен ботқа жегім келмейді, ұнамайды маған. Ермек, қарның ашат, ботқаңды же. Ермек, төсегіңді жинап, киімдеріңді орнына қой. Қойш, жинағым келмейді. Ермек, дастарханды жинауға көмектес? Жоқ, мен ойнағым келеді. О, қашан үйренесің? Ермек, сабағыңды оқы балам, білімді болу керек. Оқымай-ақ қояйыншы, достарыммен ойнағым келеді. Жүгір, Ермек, пас бер. Пас берші, Ермек. Сен неге бөліспейсің? Ойын командалық қой. Сондықтан сені Жалқаубек дейміз. Өзім ойнаймын, қойш сендерді. Ермек, кел көмектес, таса кел. Жоқ, өздерің істей беріңдер, мен ойнап жатырмын. Сен үнемі осындайсың, ешқашан көмектеспейсің. Сондықтан біз сені Жалқаубек деп атаймыз. Ойнамасаңдар, ойнамай-ақ қойыңдар. Үйге кеттім. Я Аллам, балама ақыл берші. Үнемі тыңдамайды, мен шаршадым, маған көмектесші. Балама қашан ақыл кіреді екен? Не айтсам да тыңдамайды. Тазалыққа мән бер, ұлым. Жұмысыңды істеп, достарыңды ренжітпе. Жарайды, анашым. Балам, жуынып, киіміңді ауыстыр. Сосын маған көмектесуге кел. Мам, менің ұйқым келіп тұр. Кейін жуам. Ұйқы деген қандай тамаша. Жалқаубек баламай, жуынбай ұйықтап қалғансың ғой? Тазалық адамның көркі. Ертең ер жеткенде түсінесің. Еріншек, мен сенің істерің үшін келдім. Мен сені алып кетемін. Енді сен менің балам боласың. Енді сен ешқайда қашып құтыла алмайсың. Әне, үйге де келдік.
Енді сені жақсылап тәрбиелеймін. Сіз кімсіз? Мен қайдамын? Сіз кімсіз? Енді менің үйімдесің. Егер еріншектік жасай берсең, бұл орманнан ешқашан шыға алмайсың. Тазала бөлмені. Анашым, достарымды да сағындым. Жылағаннан ештеңе шықпайды, жұмыс істе, тазалап шық. Енді қашып кетейін. Ойбай! Бұл не? Құтқарыңдар! Анашым, құтқаршы! Ой, түс екен ғой. Жоқ, бұдан бұлай жалқау болмаймын. Үйді жинаймын, анама көмектесемін, сабағымды оқимын. Апа, мен бәрін түсінедім. Жалқайлық жақсылыққа апармайды. Балалар, жалқау болмайық. Үйді таза ұстап, сабақ оқып, ата-анамызға көмектесейік. Балалар, әр қашан тазалықты, еңбекті және достықты сүйейік. Арнамызға жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңдар. Қызықты ертегілер бізбен бірге. Балақай, егер сен де жалқаубек сияқты болсаң, сені де алып кетемін.